Мемлекеттік қызметті атқару қоғам мен мемлекет тарапынан ерекше сенімге ие болу деген сөз. Сондықтан мемлекеттік қызметкерлердің моральдық этикалық қасиетіне жоғары талаптар қойылады. Анар Айнмағамбетқызы Мұсатова білікті адал маман ретінде беделге ие. Бұл оған кәсіби біліктілігінің айналысына деген жақсы көзқарасының арқасында ие болды. Анар Айтмағамбетованың санитарлық қызмет саласында еңбек етіп жүргеніне 30 жылға жуық уақыт болды. Алғашқы еңбек жолын көмекші ретінде басталған. 2013 жылдан бері бас маман қызметінде. Өзінің әріптестері арасында сыйлы да беделді. Оның жұмыс күні тамақ өнеркәсібінің санитарлық бақылау саласына жауапты. Жұмысым өте ұнайды. Менің міндетім қаламыз таза болсын, халық аман болсын, қызмет етемін. Ең алдымен адамдар. Жаңа Қазақстанда бірге құрамыз. Көбінесе халық атынан өнімнің сапасына да, нысандардың қызметіне де әртүрлі шағымдар түседі. Мамандар бұндай мәселелерді жан-жақты және жедел қарастырады. Наубайханада өнімдердің құрамы мен санитарлық талаптарға сәйкестігі, базардағы көкөністердің сапасы қадағаланады. Өндіріс орындарында микроклимат және басқа көрсеткіштер тексеріледі. Құқық бұзушылықты табу маңызды. Мақсат кәсіпкерлерді жазалау емес, оны түзетуге көмектесу. Анар Айтмағамбетовна мемлекеттік қызметінің мәртебесін көтере білетін, қызметтегі міндеттеріне жауапкершілікпен қарайтын және жас мамандарға үлгі бола білетін қызметкер. Жоғары біліктілігінің арқасында мемлекеттік қызметте абыройлы, беделді, арамыздағы сыйлы мамандарының бірі. Мемлекеттік қызмет елдің тағдыры. Анар Айтмағамбетқызы осы салада талмай еңбек ету арқылы Қазақстан елінің болашағына, тәуелсіздігіне еңбек етіп жатқанын мақтан тұтады. Жанадыл Серікбол, Евгений Мякченко, Алексей Михедов, Ертіс ақпарат.